Әлеуметтік желілерде дос-жаран, ағайындар мектеп бітірген ұл-қыздардың суреттерін жарысып салып жатыр. Әр жылы еліміздегі мектептерде соңғы қоңырау соғылып, барлығы қуанып жүргенде менің көңілім түсіп кетеді. Мұның өз себебі бар. Көңіл күйімді түсіретін сол бір оқиғаны жазсам, жас қыздар ой түйер деп ойлаймын. Екінші жағынан, өзімде ұзақ жылдар бойы жадымда сақталған естелікті қағаз бетіне түсіріп, өзімді де, өзгені де кінәлау сезімінен жеңілдегім келді. Өзгені деп отырғаным сыныптас құрбым. Біз бастапқыда ауылда ата-әжемнің қолында тұрдық. 7-ші сыныпқа дейін ауылдың мектебінде білім алдым. Сол жылы жазда әкем жұмысын қалаға ауыстырды. Сөйтіп мен 8-ші сыныптан бастап қалада оқыдым. Сыныптағы 2 қызбен жақсы құрбы боп, жақын араласып кеттім. Әлгі 2 құрбымның бірінің әкесі биік лауазымды адам, ал екіншісінің әкесі кәсіпкер. Қысқаша айтқанда, екеуі де бай дәулетті отбасының ерке қызы. Менің ата-анам қарапайым жандар, бірақ мен сыныптағы ең сұлу, сымбатты қыз едім. Сондай-ақ өте білімді болдым. Сондықтан болар 2 қыз менімен достасуға өздері ниеттеніп, қасымнан қалмай жүрді. Бір таңғалатыным, екеуі де байдың қызы болса да, ешқашан менің киімімді сынап, жатақханада тұратынымызды әңгіме қылмаған. Мүмкін тәрбиелері сондай болған шығар. Есімдері Аида мен Назым. Назым жануарларды жақсы көреді. Сондай жаны нәзік, жанашыр, мейірімді қыз. Ал Аида батыл, әділетсіздік көрсе шыдап тұра алмайтын, турасын бетке айта салатын қыз. Аидада лидерлік қасиет бар. Ол өзін басқалар тыңдағанды, айтқанын, істегенді ұнатады. Ал мен көнбістеу қызбын. Мінезіміз 3 түрлі болса да, әйтеуір сөзіміз жарасып, бірге қызықты өткізетінбіз уақытты. 3 жыл жұбымыз ажырамай жүріп мектепті аяқтадық. Қазірде әр сыныпта 2-3 қыз топтасып достасып жүреді. Олар студент кезде де бір-бірін іздеп тұрады. Бірақ бұл достық дұшпандыққа айналуы мүмкін. Сондықтан кездейсоқ жайттарда не істесең де соңын ойлану керек. Әрине, айтуға оңай болғанымен, ондай сәтті ақылмен қадам жасау қиын. Сонда да менің оқиғамды студент болған кезде есте ұстап жүріңдерші. Мектепті бітірдік. Соңғы қоңырау кешінде сыныптастар бір-бірімізді, мектепті, мұғалімдерді қимай көзімізге жас алдық. Ерекше есте қалатын сәт қой бұл. Бітіру кешін 3 күннен соң жасадық. Кафеден шыққаннан кейін Аида, ертең менің мамам мен папам інімді алып Алматыға тойға кетеді. 2 күн жалғыз өзім болам үйде. Мамама екеуіңді үйге шақырам деп едім, қарсы болмады. Келіңдер деді. Ертеңіне Назым екеуміз Аиданың үйіне бардық қонуға. Қала шетіндегі жаңа мөлтек ауданда тұрады. Айналасында тек іргетасы құйылған, үй салынбаған жерлер көп. Аида тұратын үйдің айналасы биік етіп қоршалған. Қақпасы құлыптанады. Сондықтан біз ешкімнен қорықпадық. Тоңатқышы тола, бәрі бар. Аида әп сәтте дастарханды шайнатып қойды. Түнімен музыка қойып биледік, кино көрдік. Пісте шақтық, әңгіме айттық. Таңға жоқ көзімізге ұйқы тығылып, есіне бастадық. Аида Назым екеумізге бір бөлмеге төсек салып берді де өзі бөлмесіне кетті. Айтуынша, ол өзінің диванында ғана жайлы жатып ұйықтай алады екен. Көзім енді ілінгені сол, біреудің шыңғырған даусы естілді. Оянып кеттім. Басымды жастықтан жұлып алдым. Назым да оянды. Бірақ не істерімізді білмей тыңдап отырмыз. Біреу шыңғырды ма деген Назым орнынан түрегелді. Осы кезде тұншығып Аиданың даусы естіліп жатты. Назым жүгіріп барып, есігін ашып айқайлап жіберді.
Орта жастан асқан ересек бір кісі Айданың аузын бір қолымен жауып, өзі үстінде, екінші қолымен өзінің шалбарының түймесін ағытып жатқандай. Назым әлгі кісінің иығына жармасқан еді. Оны бар күшімен итеріп жіберді. Назымның басы дуалға тиіп, ол тәлтіректеп қалды. Айда арпалысып алысып дес бермеуде. Мен не істерімді білмей, бір орында қаққан қазықтай қанша уақыт тұрғанымды білмеймін. Дәлізде үстел үстінде тұрған үлкен базаны алдым да, жүгіріп келіп, басынан аямай ұрдым. Артынша тоқтамай тағы 3-4 рет ұрдым-ау деймін. Оның басынан саулаған қанды көргенде есімнен адастым. Бұрышқа отыра кеттім де жылай бердім. Дір-дір етем қорқыныштан. Назым мен Айда да жылап жүр. Әрі-бері теңселіп жүрген Айда бір уақытта бөлмесіне кірді де, қозғалыссыз жатыр, демалып жатқан жоқ деді. Артынша тағы барып тексерді. Өліп қапты. Бұны естігенде одан бетер жыладым. Ол кезде ұялы телефон жоқ. Біз ешкімге хабарласпадық. Бір уақытта есімді жидық. Айда, мә, мынаны ішіп жібер. Қорқынышың басылады деп бір стақан спиртті ішімдік берді. Назымға да ішкізді. Өзінің де ішіне қызу барған соң, ол сендерді шақырғаным жақсы болған екен. Жалғыз қонсам не болар еді? Ойлаудың өзі қорқынышты. Шынар, сенің бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын деді. Назым, адам өлтірдік қой. Енді қамаламыз деп жылады. Менде де осы қорқыныш. Бірақ Айданың әкесі қызметтік лауазымын пайдаланып, ал Назымның әкесі ақшаның күшімен істі жауып тастады. Өлген адамды абайсызда құлады деді ме, әйтеуір оның өзін кінәлі етті. Біз туралы Айданы зорламақшы болғанын жайында ешқандай хаттамаға жазылмады. Бұл оқиғаны үшеуміз және ата-аналарымыз ғана біледі. Ешкімге айтпауға, сыр сақтауға уағдаластық. 5-6 жылда ұмытып кеттік деп айта алмаймын, бірақ бұл тақырыпты қайтадан оралмадық. Екі құрбымды қайдам, өзім есіме түскенде 7 шелпек пісіріп таратып, Құдайдан кешірім сұрайтынмын. Тіпті әр жылы 29 мамырда әлгі өлген адамға Құран бағыштауды әдетке айналдырдым. Арада жылдар өтіп жатты. Әркім өз жолымен кетті. Тұрмысқа шықтық. Отбасылы өмірдің машақатымен біраз жыл байланысымыз үзіліп қалды. Тек Айда өзі хабарласып іздемесе, бізде уақыт та шамада бола бермейтін. Назым көп балалы ана атанса, мен бір ұл бір қыздың анасы атандым. Ал Айданың карьерада жолы болғанымен, жеке өмірінде бағы жанбай-ақ қойды. Ол 2 рет тұрмысқа шықты. 2 некесі де сәтсіз аяқталды. Кейін жасы 40-қа таяғанда өзі үшін бала туып алмақшы болып әрекеттенді. Бірақ бала көтере алмады. Еліміздің астанасына көшіп кетсе де, той томалақтан қалмайтын. Әр келгенде Назым екеумізге, бақыттысыңдар ғой, күйеулерің, балаларың бар, мен, деп мұңын шағатын. Ішімдік ішіп мас боп қалып жылайтын. Жұбатамыз, осылай өмір жалғасып жатты. Ұлым үйленді. Той жасап, құрбыларымды шақырдым. Айданы күйеуі болмағандықтан, тойдан кейін 3 күнде үйде қонып жатып кетті. Сонда ол әңгіме арасында, адам өлтірсең де сенің өмірің жақсы. Менің ешкімге қиянатым жоқ. Сонда да жолым болмай жүр деп қалды. Күйеуім балалар естіп қоймасын деп Айдаға ымдап белгі беріп жатсам да, сол сөзін көп қайталады. Қатты мас емес. Ескі оқиғаны еске алып қана қоймай, оны мені күйеуіме айтқысы келетіндей түйілді. Аулаға оңашаға алып кеттім. Бұл жайында ешқашан айтпаймыз деп сеттескен едік қой. Неге есіме салып жатырсың? Дедім түтігіп. Ол, менің әкем болмағанда, сен сотталып кететін едің ғой. Түрмеде отырып шыққанда
сені ешкім жар етіп алмас еді. Соны білесің бе? Маған менің әкеме рахмет айтуың керек деп айқайлап, қолыммен аузын жауып, тыныш, жапшы аузыңды. Мен әдейі өлтірген жоқпын. Өлтірем деп те ойламадым. Тек сені қорғау ғана ойымда болды. Егер мен әрекет жасамағанымда ол сенің жаныңа жазылмас жара салар еді. Тіпті сені өлтіріп те қоюы мүмкін еді ғой. Сондықтан бұл әңгімені қозғама енді дедім. Есін жисын деген ниетпен шапалақпен тартып жібердім. Шапалағым артық болды. Айда ашуланып, ешкім менің бетімнен ұрып көрмеген. Сен мен ұратын кімсің? Егер қаласам, сол істі қайта көтере аламын. Танысым көп. Мені кім деп тұрсың? Деп әрі қарай белгілемес пе? Екеуміз ұрыстық. Ол такси ұстап кетіп қалды. Содан кейін Айда хабарласпай кетті. Қоңырау шалсам, тұтқаны көтермейді. Кейде шынымен сол қылмыстық істі қайта қозғап жүрмей ме екен деп те қорқамын. Егер іс қозғалса, Назым да, Айда да емес. Адам өлтірген мен сотталам ғой. Мүмкін адвокат ақтап алар. Қанша жыл бұрын жабылған істі қайта ашып қозғайтындай полициялар ерігіп жүрген жоқ шығар деп өзімді жұбатам да. Шынында да мен мерзімі өтіп кеткен қылмыстан онша қорықпаймын. Тек арада қанша уақыт өткен жан құрбымның айтқан сөзі жаныма батты. Одан мұндай сөзді естимін деп те ойламаған едім. Мен оны жауыздың тырнағынан құтқардым емес пе? Ал ол сол жақсылығымды өзіме қару еткісі келеді. Мүмкін жай қызумен, немесе бақытыма қызғанышпен айтып, менің де қиналғанымды қалаған шығар. Бәлкім, сол бір оқиғаны ол да ұмыта алмай жүрген болар. Мен оны түсінуге тырысып жүрмін. Бірақ ұмытқым келген өлімді қайтадан есіме салғалы жанымнан тыныштық кетті. Кейде түнімен ұйықтай алмай шығам. Әрине, мектеп бітірген жылы орын алған оқиғадан менің әрекетім қорғану. Бірақ қолымнан адам өлу жаман естелік. Сол естелікпен өмір сүруде азап екен.